Gübelecikler. Kızlar kelingler, жігіттер, мен қажырға берейін. Келіңдер. Hey bele. Қазіргі күндері біз барлықтеріміз бірігіп Нұрсұлтан қаламыздың Астана күні мерекесін тойлап жатырмыз. Расында да бұл тарихи оқиға. Осы ғасырдағы бойы менің сүйікті халқым әртүрлі қиын оқиғалардан өтті. Соның биік нәтижесі біздің Астанамыз. Қазіргі уақытта Астана Біріккен Ұлттар ұйымының ЮНЕСКО шешімі бойынша халықаралық аренада мәдениет қалалардың біріне кіргізілді. Сондықтан Астанамыз бұл біздің мемлекетіміздің болашағы. Астана ол халықаралық саяси, мәдени, экономикалық орталық деп айтуға болады. Сондықтан әр Қазақстандық Республикасының азаматтарына, әр отбасына, әр жастарға сол Астанаға барып үлкен мақсаттарды қойып сенім білдірген. Мен тілеймін, мақсаттар орындалсын, Астанамыз өркендей берсін. Елімізде Қазақстан Халқы Ассамблеясының арқасында келісім мен бірлік гүлдене берсін.